Базилия Түсіпбекқызы, Сырлы қаба, сұлу марқа. 9 бөлім. Анам Майраның әңгімелері. Қосалқы өмірден көріп қалғандары. Анамыз бала кезінен әкесінің әңгімелеріне қанық болып өскен. Өмірге де, табиғатқа да өз замандастарынан көз қарасы басқаша. Шешесіз әкенің тәрбиесі өмірінен ерекше орын алған болуы керек. Бойжеткен кезінде шаруа бабымен 100 шақырымдай жердегі аудан орталығына арбамен барады екен. Таң біліне ауылдан шығады. Арбаның үстінде қанша қымталып отырғанымен таңғы суық сүйектен өтетін көрінеді. Күннің көзі шыққанша. Атымды таңғы салқында қаттырақ айдап, талай жерге баруға тырысып бағамын. Күннің көзімен бірге айналада нұрға бөліне бастайды. Неше түрлі сайраған құстардың үнін тыңдай, біраз уақытты өткіздім. Таң сәрідегі тоңғанымды ұмытып, үстімдегі шымқалып киінген киімдерімді шештім. Арбасы бос болғандықтан атым да жеңіл-желіп келеді. Енді көңілім шалқып, кеудемді қуаныш билеп ән сала бастадым. Алдымнан ескі самал жел жол бойы мені аймалауда. Осындай рахатта отырып, жолдың ұзақтығына көп жалыға қоймай, мәрмәр тауына да жеттім. Атты таудан төмен қарай арбаның өзі итеріп отырады. Ертеңінде жүгімді тиеп, жайлап қайтадан ауылға шықтым. Қайтар жол басынан-ақ ауыр тие бастады. Жүк тиелген арбамен мәрмәр тауына көтеріліп шығудың өзі бір бейнет. Ат таудың үстіне шыққанша болдыра бастайды. Осы үлбеген аттың ытырығымен бірінші седлоның перевалына жеттім. Марқа өнеріндегі қиын жолдардың бірі. Ол кез тұрмақ. Қазіргі уақытта да перевалдың үстіне шыға алмай жатқан көліктерді көруге болады. Құздардан ұшып, аударылып жатқан машиналар да кездеседі. Өлдім деп жанымды шақырып түскенде де түс ауды. Шаршаған атты қатты айдай алмайсың. Сол атымның ытырығымен жүріп отырдым. Күн сәулесі төбеден қыздырып, мен де қалғып-шұлғып маужырай бастадым. Бір кезде арбаның дөңгелегі тасқа тиген кезде селк етіп ояндым. Жан-жағыма қарасам, көп жерге ұзай қоймаппын. Арбаның артында жаяу еріп келе жатқан баланы көрдім. Денесі күнге күймеген әппақ, шашы сары кендір арқандай. Иығына түскен шашын самал жел жепілдетіп ойнап тұр. Көзі жап-жасыл. Өмірімде мұндай көз көрмептім. Жасыл түсі өзгеріліп, неше түрлі болып құбылып тұрғандай. Жанары тура ұшқын шашқан. Шошығанымнан бисмилламды қайталап, атты ұрғыштай бердім. Артыма қарасам, бала жоқ. Жүрегім дүрілдеп, бірдеңке болатындай секемдедім. Шошығанымнан жан-жағына қараумен отырып, тағы шұлғи бастадым. Атта болдырды. Жүкті арбамен қашанғы желсін, қайтадан бұрынғы сылбырға бастым. Маужыраған былай қалып, тіпті тәтті ұйқыға ене бастадым. Ояна келсем, талай жерді жүріп өткенімді байқадым. Қалай оянғанымды өзімде білмеймін. Әбілет басқан не жатыс деп біреу періп жібергендей болды. Басымды шығып тұрған ағаштың бұтағына соғып алдым. Сол кезде бағанағы бала есіме түсе қалып, артыма қарадым. Арбаның соңынан ермек түгіл, аяғын салбыратып,
жіберіп, арт жаққа орналасып отырып алыпты. Өне бойымнан электрдің қуаты өткендей сезім алдым. Әлім кетіп, өне бойым бос қалғандай әсерде тұрғанымды сездім. Тегі шошығанымнан болу керек. Құдай өзін сақта, жар бола көр деп сыйынамын. Бисмилламды қоса қайталап, ұзын атты айдайтын шыбық пен жан-жағымды түгел ұрғылай бердім. Баланың отырғаны анық екеніне енді көзім жетті. Көз жасыма да ерік бердім. Сол мезетте ызадан ба, өмірде көріп жүрген тауқыметтің әсері ме, өне бойыма күш еніп, қайраттанғаным соншалықты түрегеп тұрып алып, атты да арбаның үстінде ұра бердім. Бір заманда артыма қарасам, ешкім жоқ. Шыбығым сынып кетіпті, атым да менің ұрғанымнан болу керек желіп келеді. Қас қарайып, қараңғы түсе бастаған сайын жүрегімнің соғуы да жиіледі. Өне бойымды үрей билеп, қалшылдай бастағанымды сезе бастадым. Сығырайған Ұрыңқай ауылының жарықтары көріне бастады. Ішімнен Құдай, Құдай деп қоямын. Мен бірдеңке болып кетсем, кәрі әкем, ауру сіңілім қайда қалмақ, тентіреп қалар деймін. Көзімнің жасы сорғалап тұрғанын байқамаймын да. Өлдім дегенде Ұрыңқайда тұратын таныс үйге келе құладым. Есімді жиып, кеше өткен оқиғаны айттым. Елестеген болу керек саған деп, ешқайсысы сене қоймады. Мен қатты ауырып, түнімен сандырақтаппын. Орыстың балгер кемпірі келіп, ұшықтап, шөп қайнатып, суын берген. Содан кейін тынышталып ұйықтаппын. Бірақ балгер кемпір ештеңке деп аузын ашпастан кетіп қалыпты.